Сәлеметсіңдер ме балалар, 3 сыныптың 68 сабағы. Достар, арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақта балалар мың көлемде көбейту және бөлу, сен нөлмен аяқталатын сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді үйренесің дейді. Бірінші есепте екі бағандағы өрнектерді салыстыр, түсіндіре отырып есепте дейді. Бізде бірінші бағанда екі бағандағы өрнектерді салыстыратын болсақ, 4 пен 7-нің көбейтіндісі 28, 7 мен 4-нің көбейтіндісі 28. 28 мен 7-нің бөліндісі 4, 28 мен 4-нің бөліндісі 7. Екінші бағанда 40 пен 7-нің көбейтіндісі 4 ондық, көбейту 7 ондық, 28 ондық тең болады 280. 7 мен 40-нің көбейтіндісі 280. 280 мен 7-нің бөліндісі 28 ондық, яғни 280-іміз 28 ондық болады. Оны 7-ге бөлсек 4 ондық тең болады 40-қа. 28 мен 40-нің бөліндісі 7. 6 мен 7-нің көбейтіндісін енді үшінші бағанды өзіміз жасауымыз керек. 6 мен 70-нің көбейтіндісі 6 ондық, көбейту 6 көбейту 7 ондық тең болады 42 ондық. 42 ондығымыз 420. 70 пен 6-ның көбейтіндісі 7 ондық, көбейту 6 ондық. Яғни бұл жерде көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті өз қолданылып жатыр. Көбейткіштердің орнын ауыстырдық, бірақ мәндері өзгермейді. 7 ондық пен 6-ның көбейтіндісі 42 ондық тең болады 420. 420-ны 6-ға бөлсек 42 ондық бөлу 6, 7 ондық тең болады 70. 42-ні 70-ге бөлеміз, 42 ондық бөлеміз 7 ондық тең болады 6 ондық. Екінші есеп түсіндіре отырып есепте дұрыстығын тексер дейді. 6 мен 80-нің көбейтіндісі 6, көбейту 80-іміз 8 ондық болады. 6 мен 8 ондықтың көбейтіндісі 48 ондық, 48-іміз 480. 480-ді 80-ге бөлеміз, 48 ондық бөлу 8, 6. 50 мен 6-ның көбейтіндісі 5 ондық, көбейту 6 ондық тең болады 30 ондық. 30 ондығымыз 300. 300-ді 6-ға бөлсек 30 ондық, бөлу 6 тең болады 5 ондық тең 50. 450-ді 9-ға бөлсек 45 ондық, бөлу 9, яғни 450-ді 45 ондыққа айналдырдық. 5 ондық болады, жауабы 50. 50 мен 9-дың көбейтіндісі, яғни ондыққа айналдырып аламыз. 5 ондық көбейту 9 тең 45 ондық тең болады 450. 810 мен 9-дың бөліндісі 81 ондық бөлу 9, 9 ондық тең 90. 90 мен 9-дың көбейтіндісі 9 ондық көбейту 9, 81 ондық, ол 810 болады. 80 көбейту 7 тең 8 ондық көбейту 7 тең 56 ондық. 56 ондығымыз 560. 560-ды 7-ге бөлсек, ондыққа айналдырамыз. 56 ондық бөлу 7 тең 8 ондық тең болады 80. 540 пен 9-дың бөліндісі 54 ондық бөлу 9 тең 6 ондық пен 60. 60 пен 9-дың көбейтіндісі 6 ондық көбейту 9 ондыққа айналдырып алсақ 54 ондық болады. 54 ондығымыз 540. 630 пен 9-дың бөліндісі 63 ондық бөлу 9 тең болады 7 ондық тең 70. 70 пен 9-дың көбейтіндісі 7 ондық көбейту 9 тең 63 ондық 630. 480 бөлу 80, 48 ондық бөлу 8 ондық тең 6. Яғни мына жерде ондыққа айналдырып отырмыз, байқап отырсаңдар екінші асында. 6 көбейту 80 тең 6 көбейту 8 ондық тең 48 ондық, 48 ондығымыз 480. 6 мен 40-ның көбейтіндісі 6 көбейту 4 ондық тең 24 ондық тең 240 ондық. 240 бөлу 40, 24 ондық пен 4 ондықты бөлеміз 6-ға. 90 көбейту 6 тең 9 ондық, көбейту 6 тең 54 ондық, 540. 540-ды бөлеміз 6-ға,
54 ондық бөлу 6 9 ондық болады. 9 ондығымыз 90. 270 бөлу 9 тең 27 ондық бөлу 9. Жауабымыз 3 ондық, ол 30-ға тең. 30 көбейту 9 тең 3 ондық көбейту 9 тең 27 ондық тең болады 270. 400 бөлу 80 тең 40 ондық бөлу 8 ондық тең 5. 5 көбейту 80 тең 5 пен 8-ін көбейту 5 көбейту 8 ондық тең 40 ондық. 40 ондығымыз 400. 10 көбейту 40, 1 ондық көбейту 4 ондық тең болады 400-дік. Жауабы 400. Үшінші есепте астында саябақтың ландшафт картасына қара дейді. Сурет бойынша Гүлзардың ауданын, Қауыздың қабырғаларын, ойын алаңдарының ауданын есепте дейді. А тең 60, Б тең 2 метр, С бізде ауданы белгісіз. Біз ауданды табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз. 60 пен 2-ні көбейтсек 120 метр квадрат. Сонда Гүлзардың ауданы 120 метр квадрат екен. Енді С бұнда 100, А белгісіз. Біз енді шашының қабырғасын табу үшін біз 100 метр квадратымыз бізде 10 метр мен 10 метрдің көбейтіндісі. Енді 100-ді, сонда бізде ауданы 100 метр квадрат, қабырғасы 10 метр. Қауыздың қабырғалары 10 метр тең екен. Бізде енді ойын алаңының ауданы дейді. А тең 30 метр, Б тең 20 метр. Бізде ауданы 30 бен 20-ны көбейтеміз 600 метр квадрат. Ойын алаңының ауданы 600 метр квадрат екен. Сурет бойынша есептер құрастыр, оларды шығар дейді. Әсінде бізде ұзындығы 40 метр, ені 20 метр, ауданын тап деп тұр. 40 пен 20-ның көбейтіндісі бізде 800 метр квадрат, яғни үйдің ауданы 800 метр квадрат. Екінші бізде А тең 12 метр, Б тең 10 метр, ауданын тап дейді. Бұнда 12 мен 10-ды көбейтсек 120 метр квадрат. Демалыс орнының ауданы 120 метр квадрат. Келесі бізде А тең 20 метр, бізде ауданы белгісіз. 20 мен 20-ның көбейтіндісі 400 метр квадрат. Бұл Гүлбақтың ауданының 400 метр квадрат болады екен. Төртінші есеп. Астында бізде А-ның орнына сандар, В-ның орнына сандар берген. Соңында А мен Б-ның көбейтіндісін, біреуінде бөліндісін мәнін жазу керекпіз. Бізде бірінші кестеде 5 пен 100-дің көбейтіндісі. 5 пен 100-дің көбейтіндісі мәнін табуымыз керек. 5 пен 100-ның көбейтіндісі 500, 9 пен 10-ның көбейтіндісі 90, 90 мен 10-ның көбейтіндісі 900, 100 пен 8-дің көбейтіндісі 800, 10 мен 60-дің көбейтіндісі 600, 10 мен 7-ның көбейтіндісі 70, 100 пен 8-дің көбейтіндісі 800, 7 мен 100-дің көбейтіндісі 700. Енді айырмасына бөліндіге келейік. А мен В-ның бөліндісі жаңағы есепте көбейту болған. Енді 600 бен 100-дің бөліндісі 6, 1000 мен 10-ның бөліндісі 100, 340 бен 10-ның бөліндісі 34, 700 бен 100-дің бөліндісі 7, 670 бен 10-ның бөліндісі 67, 800 бен 10-ның бөліндісі 80, 530 бен 10-ның бөліндісі 53, 450 мен 10-ның бөліндісі 45. Бесінші есепте дейді, 1000 азайту 5 пен 4-дің көбейтіндісі тең болады 800. 5 пен 4-дің көбейтіндісі 200, 1000-нан 200 азайтсақ 800. 7 көбейту жақшасында 700 бен 650-дің айырмасы 50, 7 мен 50-дің көбейтіндісі 350. Жақша ішінде 500 бен 20-ның айырмасы 480. 480 мен 60-тың бөліндісі 8.
Жақша ішінде 120 мен 300-дің қосындысы 420. 420 мен 7-ның бөліндісі 60. 50 көбейту жақша ішінде 30 бен 24-дің айырмасы 6. 50 мен 6-ның көбейтіндісі 30. 370 қосу 150 мен 5-дің бөліндісі 30. Оған 370-ті қоссақ 400. 560 бөлу 8 көбейту 3. 560 пен 8-дің бөліндісі 70. 70 пен 3-дің көбейтіндісі 210. 720 бөлу 8 90. 90-ға 200-ді қоссақ 290. 360 пен 6-ның бөліндісі 60. 60-ға 840-ді қоссақ 900. 360 пен 60-ның бөліндісі 6. Оған 840-ды қоссақ 846. Жақша ішінде 370 пен 30-ның қосындысы 40. 40 пен 5-дің бөліндісі 80. 50 мен 6-ның көбейтіндісі 300. 630 пен 9-дің бөліндісі 70. 300 пен 70-дің бөліндісі 370. 6-шы есепте есептерді шығар дейді. 180 теңгеге бірдей 6 қалам сатып алынды. 270 теңге осындай қанша қалам сатып алуға болады. 180 теңгеге 6 қалам, 270 бізде белгісіз. 180-ді 6-ға бөлсек, бір қаламның бағасы 30 теңге, 270-ді 30-ға бөлсек 9 қалам. Сонда 9 қалам сатып алуға болады екен. Әсінде пойыздың 3 пласкат вагонында 180 орын бар. Осындай 7 вагонда қанша орын бар дейді. Бізде 3 пласкат вагонда 180 орын бар. 7 вагондағыны орынды анықтау үшін 180-ді 3-ке бөлеміз. 60. 60-ды 7-ге бөлсек 420. Сонда 420 орын бар екен. Б-сында 6 килограмм алмадан 3 литр шырын алуға болады. 180 килограмм алмадан қанша литр шырын алуға болады? 6 килограммнан 3 литр шырын 180 белгісіз. Біз 6 мен 3-ті бөлеміз 2 килограмм. Яғни 2 литр шырын шығады екен. 180-ді 2-ге бөлсек 90 литр шырын алуға болады екен. Б-сында 100 килограмм алмадан 50 килограмм тосақ қайнатты. 200 килограмм алмадан қанша килограмм тосақ дайындауға болады? 100 килограмм алмадан 50 килограмм тосақ 200 килограммнан белгісіз. 100 бен 50-ді бөлеміз 2, 200 бен 2-ні бөлеміз 100 килограмм. Сонда 100 килограмм тосақ дайындауға болады. 7-ші есепте 10 көбейту жақша ішінде 77 мен 23-дің қосындысы 100, 100 бен 10-ның көбейтіндісі мен 100-дің 10-ның бөліндісі бізде 100 болады. Келесі есеп 10 көбейту 888 бен 880-ның айырмасы 8. 10 мен 8-дің көбейтіндісі 80, 80 мен 10-ның бөліндісі 8. 10 көбейту жақша ішінде 320 мен 68-дің қосындысы 100. 10 мен 100-дің бөліндісі 100. 10 көбейту 45 пен 40-ның айырмасы 5. 10 мен 45-дің көбейтіндісі 50. 50 мен 10-ның бөліндісі 5. 100 көбейту 2 мен 6-ның қосындысы жақша ішінде 8. Оны 100-ге көбейтсек 800. 800 пен 100-дің бөліндісі 100. 100 көбейту жақша ішінде 4 пен 5-дің қосындысы 9. 9-ды 100-ге көбейтсек 900. 900-ді 100-ге бөлсек 9 шығады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар.